негізгі айырмасы әрекет бірдей болады, бірақ зардап екі түрлі болады. Зардап 106 баптың қылмыстық кодексінің 106 бабына сәйкес зардап ауыр болады денсаулыққа, 107 бапта орташа болады. Зардап өзі үшке бөлінеді. Жеңіл зиян денсаулыққа келген, жеңіл зардап, орташа зиян және ауыр зиян. Денсаулыққа келген ауыр зиян мен жеңіл зиян, орташа зиянның айырмашылықтары біз былай бөлеміз. Екі түрлі критерий бойынша. Біріншіден, ол денсаулығын тұрақты жоғалтты ма, әлде уақытша жоғалтты ма? Егер ол тұрақты жоғалтқан болса, жеңіл болуы үшін 10%-ға дейін тұрақты жоғалту керек. Орташа болуы үшін 10% бен 33%-дің арасы болу керек. Ауыр зиян болуы үшін 33%-дан жоғары еңбек қабілетін жоғалту керек. Жалпы еңбек қабілетін. Оны әлбетте сізбен біз анықтамаймыз. Оны арнайы өзінің комиссиясы, дәрігерлердің тұратын комиссиясы анықтап береді. Ал егер де ол адам кәсіби қабілетін жоғалтқан болса, мысалға балеринаның аяғы сынған болса, пианист адамның саусағы сынған болса, одан кейін ол жұмыс істей алмайтын халге жетіп қалса, саусақ жай адамға ол орташа немесе жеңіл зиян болуы мүмкін. Ал пианист үшін саусақтың сынуы ол ауыр зиян. Өйткені себебі ол кәсіби қабілетін жоғалтты. Немесе басқа да жолдармен еңбек қабілетін жоғалту. Енді уақытша жоғалту. Уақытша жоғалту бұл 21 күнге дейінгі аралықта бұл жеңіл зиян, ал 21 күннен 6 айға дейінгі аралықта орташа зиян, 6 айдан жоғары ауыр зиян, яғни үнемі емделуді талап ететін сырқат түріне ұшырап қалған болуы мүмкін. Әлбетте, Құдай бетін ары қылсын, бірақ өмірде ол жағдай болып жатыр. Сондықтан өмірдегі жағдайды көрмейміз деп біз түйеғыз сияқты басымызды құмға салып отырмаймыз. Сондықтан да бәрінен абай болып, сақ болып жүрген абзал. Демек, 106 бап бойынша егерде 33%-тен жоғары жоғалтқан болса, және 6 айдан ары емделетін уақытша болса да, 6 айдан ары астам емделіп жүретіндей болса, онда ол ауыр зиян болады. Және сонымен қоса, егер ол наркоман болып кетсе, токсикоман болып кетсе, немесе түсік тастауға әкеп соқса, ол қылмыстары. Немесе көруден, естуден, тілден қалатын болса, яғни сөйлей алмайтын жағдайға жетіп қалса, немесе бет әлпеттің қалыпқа келтіргісіз етіп өзгеруіне шейін алып келсе, бұлар бөлек категория, жаңағы тұрақты түрде жоғалтудан бөлек категория. Тұрақты түрде еңбек қабілетін жоғалтты деген жұмыс істей алмай қалды деген сөз. Ал енді жаңағы бет әлпеттің қалыпқа келтіргісіз етіп өзгеруі деген, немесе жаңағы наркоман, токсикоман болып кетті деген мүлдем басқа категория. Наркоманнан емделуге болады, бірақ бұл наркоман болып кетті ме, бірден ол ауыр зиянға айналады. Енді бет әлпеттің қалыпқа келтіргісіз етіп өзгеруі деген ауыр зиян ғой. Ол қалай? Ол міндетті түрде қазір қалпына келмейтін нәрсе жоқ. Барлығын медицинада, басқа техниканың маман салалары бәрін қалпына келтіріп жатыр. Олай емес. Табиғи жолмен қалпына келмейді. Ол мысалға алдыңғы күрек түстері сынып қалатын болса, бұл бет әлпеттің өзгеруі. Немесе құлақтың бір шетін кесіп алатын болса, кесіліп қалған болса, ұрған кезде бір қатты бір темір нәрсеге соғылып, құлақтың шеміршектері сынып қалатын болса, онда ол бет әлпеттің қалыпқа келтіргісіз етіп өзгеруі болады. Бірақ оны қалпына келтіруге болады. Басқа лазермен ота жасау, тағы басқа деген жолдар бар ғой. Немесе бетіне тыртық түсетін болса, ол да бет әлпеттің қалыпқа келтіргісіз етіп өзгеруі, табиғи жолмен қалпына келмеуі. Бұны ауыр зиян деп есептейміз.